Allahu akbar, Allahu akbar. Міне, әйтпесе сондай бір күн келеді, көздер шағылысады, ай жарығын жоғалтады, күн мен ай жарығын жоғалтып екеуі бірігеді, бітті. Енді күндіз де жоқ, түн де жоқ. Сөйтіп Алла Тағаланың құзырына келінеді адам. Сол күн болған күні адамның сөзін қараңыз. Бағанағы сөзін еске алайықшы. Не деді? Қиямет қашан орнайды деді. Қараңыз. Әлі мүмкіндік беріліп тұр, ажал әлі келген жоқ, ризық келіп жатыр, қуаныш, әйелі қасында, балалар жүгіріп жүр. Сонымен сөйтіп жүргеннен кейін, ол қиямет қашан болады деді ол. Сұрақ осындай болды бұл дүниедегі. Қиямет орнаған кездегі сұрағына қараңыз енді. Оны измена деп атайды. Жаңағы өздеріңіз білесіздер ғой бұл сөзді. Толық өзгереді адам. Сондағы сұрағын қараңыздар. Қиямет орнаған кездегі сұрағына қарайық. Яқулул инсану яума изин айнал мафар. Сол күні күн мен ай біріккен кезде қиямет айтып отыр. Сол күні адам айтады дейді, сұрайды. Айнал мафар. Қашар жер қай жақ? Қараңыз, біз түк емес екенбіз ғой, Алла Тағаланың тәрбиесіне кірмейміз. Біз бір бейшара екенбіз да. Былай сөйлейміз, былай сөйлейміз. Сосын қиямет күні қараңыз біз. Қашар жер қайда? Бұл қиямет орнаған кезде де өзі. Анау жердің бетінде ең жаман адамдар қалады екен. Мүминдерді ата алып кетеді екен түгелін. Сондай бір жұмсақ желді жібереді дейді. Жібектен де жұмсақ. Кімнің жүрегінде иман болса дейді, сол адамға барады да жанын алып кете береді болды. Тіпті ол мұсылман бір үңгірдің ішінде жүрсе де, соның ішінен тауып алып кетеді дейді. Сөйтіп мүминдер жоқ. Ең жаман адамдардың ішіне орнайды дейді бұл. Сол кездегі жаңа айтылатын сөз, қашар жер қай жақ деп айтады дейді адам. Сонда оған айтылады дейді, кәллә, әсте сен ойлағандай емес, лә уәзір, қашар жер жоқ бүгін. Алла Тағала өзі Құранда бізге айтады, фафирру илаллах. Мына сөзге қарасаңыздаршы. Аллаға қарай қашыңдар деген аят бар. Қараңыздар. Аллаға қарай қашыңдар деген аят бар да. Әрбір жасап қойған қателігімізден кейін сәждеміз келе қалса, тәубамыз. Біз Алладан Аллаға қарай қашып жүрген адам екенбіз. Әрбір бір қателігіңнен нетіп өзін көтере алмайды. Неге үйттім мен? Не үшін айттым жаңағы сөзді? Деп барып, Раббым кешірші деп атқаны Алла Тағалаға қарай қашып баратқан адамсыз. Міне сол қашып баратқан адамдарға Алла Тағала панасын береді. Алла Тағала жайын береді оларға. Олардың жағдайы мүлде басқаша болады. Ля хауфун алейкум деп айтады Алла Тағаларға. Мүлде қорықпаңдар сендер деп айтады екен. Уәлә антум тахзанун. Сондай-ақ сендер қайғырмаңдар да уайымдамаңдар. Әбширу бил жәнна деп айтады екен оларға. Жәннатпен сүйіншіленіңдер деп. Ал сенбегендердің жағдайы былай болады дейді. Қашар жер қай жақ деп. Қашар жер жоқ дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның өзі бір дұғасында да айтады. Аллахумма ла малжа ва ла манжа минка илля илейка. Мына дұғаны қараңыздаршы қандай. Раббым, саған қарай болмаса, сенен қашып құтылатын жер жоқ. Сенен қашып құтылатын пана жоқ бізде. Міне, мұсылманның дұғасы қандай. Саған қарай болмаса, сенен қайда қашам мен? Қайда қашамыз? Осы жер бізге берілген нәрсе. Жердің үстінде жүреміз біз. Жерден ешқайда кетіп қала алмаймыз. Сол жерге кіреміз. Сол жерден шығарады Алла Тағала қайтады. Біз бәріміз Алла Тағаланың әміріндеміз. Құр таңдау еркі ғұмыр берілгеннен адам ойлайды. Көп нәрсені жаңағы бір қолдан кеп жатыр ғой деп. Иля роббика яума изинил мустақар. Қараңыздар. Қашар жер жоқ. Раббыңа қарай ол күні барып тоқтайсың дейді. Қараңыздар. Құзыры. Раббыңа барып тоқтайсың ол күні. Алла Тағала періштелерге айтады екен.
Ухшуруллазина заламу. Анау менің хақыма әділетсіз болғандарды жинаңдар. Қандай қорқынышты бұйрық та. Ештеңе істей алмайды жаңа адамдар. Періштелер жинап әкеледі оларды. Ва азважахум. Соларға ұқсастарды да жинаңдар. Сыбайластарын жинаңдар. Бәрін жинаңдар. Вақифухум. Сосын тұрғызып қойыңдар оларды дейді. Иннахум юсалун. Бұлар бүгін сұралады дейді. Аллах Тағала тозақтың алдына кеп қойған кезде «Валау тароизу қифу аланнари». Ей пайғамбар, бүгін саған қашан бұл қиямет деп айтып отыр ғой. Ертең сөздері басқаша болады дейді, ей пайғамбар. Егер сен көрсең еді ғой, мен қияметтің сол көрінісін саған әкеп көрсетсем дейді. Егер сен көрсең оларды сол күні тозақтың алдына әкеп тұрғызылған күні дейді. Фақолу, сол кезде олар дереу мына сөзді ғана айтады дейді. Я лайтана, әттеген-ай, нұродду. Дүниеге қайтарылсақ қой. Вала нуказзиба би аяти роббина ва накуна минал муъминин. Алланың аяттарын теріске шығармасақ, мұъминдерден болар едік қой деп. Сөйтіп олар сол күні осы сөзді айтып атқан кезде Алла Тағала айтады: "Бәл бада лахум ма кану яхфуна мин қабл." Міне, саған өтірік иман келтірмей, жаңағы өтірік сенбей, өтірік бүкіл күпірліктің бәрін өтірік жасап жүрген нәрселерінің барлығы ашылды дейді қияметте. Жасырып келген нәрселерінің бәрі ашылды дейді. Валау рудду, саған бір қызықты айтайын дейді ей пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Қандай? Валау рудду. Қараңыздар. Егер де бұларды дүниеге қайтарып жіберсек, сол өкініп тұрған кезінде. Және деді, Алланың аяттарын ешқашан теріске шығармаймыз, және мұъминдерден боламыз, егер Алла Тағала бізді қайтарса дүниеге деп айтады дейді. Егер де қайтарсақ дейді, лааду лимануху анху. Қайтадан сол теріс, жаңағы тыйған нәрсеміздің бәріне қайтадан кіріп кетеді дейді бұлар. Вайнахум лаказибун. Өмірде бір рет келген адам оны сол кезде істемесе, оны дүниеге қанша қайтарсан да соны істей береді екен. Қарыз ба қандай? Бір адам қорыққан кезде жаңағы бір еріксіз есін жинайтын жағдай ғой. Істейсің енді. Басқа шығыс жоқ та. Сол кезде сондай жағдай болады. Асылында дейді қайтарсақ мына дүниеге, бәрібір соны істейді дейді олар. Сол себептен тозақ мәңгі дейді. Өйткені ол бәрібір соны істейді дейді, қайтарып әкелсек те. Ал енді қайтқанда бұлай істейміз деп айтып атқан сөздеріне байланысты, ва иннахум лаказибун. Шындап келгенде олар өтірікшілер дейді. Олар бәрібір істемейді дейді оны. Қорыққаннан кейін айта салып жатыр. Сондай-ақ олар менің хұзурымда тұрғызылады дейді, қараңыздар. Валау тароизу қифу аля роббихим. Раббыларының алдына есепке тұрғызылған кезде Алла Тағала айтады дейді. Алейса хаза бил хаққа. Тозақты көрсетіп, қалай, хақ емес пе екен мына нәрсе деп айтады екен Алла Тағала. Сонда олар айтады: "Қолу бәлә ва роббина", ал Раббымызға серт, хақ екен Раббымыз деп сөйлетпейді екен сол кезде Алла Тағала. "Қола фазуқул азаба бима кунтум такфурун". Хақ болса хақ міне. Олай болса кәпір болғандарың себепті тозақтың дәмін татыңдар дейді екен. Осындай нәрсе күтіп тұрды. Осы нәрседен ескертіп отыр Алла Тағала баршамызды. Раббысының алдына хұзырына барғаннан кейін, тозақ көрілгеннен кейін құрметті жамағат, тозақ көрсетіледі бір, одан кейін юнаббаул инсану яума изин бима қаддама ва аххар. Адам баласына хабар беріледі дейді. Нені ілгері жібергенін ақыретіне. Ілгері жіберді деген сөз ақыретіне нені жібергенін. Түсінді ме? Және ақыретінен нені кешіктіріп алғанында. Осы нәрсенің бәрін баяндаймыз дейді. Сонда өкінеді дейді адам. Ана жаһаннамда алып келеді Алла Тағала. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, "Ва ю'та би жаханнама яума изин". Сол күні жаһаннамда алып келеді дейді. Лаха 7000 зимамин. Жаһаннамның 70.000 дізгіні болады деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи 70.000 дізгін. Ойлаңыз, ол қандай нәрсе анау. Ол сосын жаһаннам деген кезде ол құр от емес ол. Оның дауысы бар, ол сөйлейді. Ол неше түрлі қорқыныштар жасайды ол. Шыңғыратын дауыстары бар оның. Ол қиын, үлкен нәрсе ол. 70.000 дізгін. Енді мына нәрсеге тіпті таң қаласыз. Ма кулли зимамин 70.000 малак яжуррунаха. Әрбір дізгінді дейді тартып келатқан 70.000 періште дейді. 4 миллиард 900 мың, 5 миллиард періште тозақтап келеді.
ойлаңыз. Анау деген нәрсе жұлқынып тұр, қайда аналар деп. Қараңыз, ол Раббысының разылығын іздеп тұр. Қайда анау Раббыма қарсы шыққандар деп. Қараңыз, қандай нәрсе өтірік болса. Соны көрсетіп, Алла Тағала қалай хақ екен дегенде, хақ екен деп айтады. Бітті, құтыламайсыңдар дейді екен. Амалдарымыз түгел нәрселер көрсетіледі. Аллах Тағала баршамызды жасырсын ол күні. Жалпы ол күні амалдарды біз құлымызға баяндамай-ақ қойсақ та болар еді дейді Алла Тағала. Неге? Өйткені бәлел инсану аля нафсихи басира. Негізі адам өзін жақсы біледі ғой дейді, бүлдіргенін. Ол өте жақсы біледі дейді. Валау алқа мағазира. Бірақ қиямет күні сондай бір сылтауларды лақтыра бастайды дейді. Ол анау мені адастырған еді, атам сондай болған еді, анау білмеген еді деген нәрселер. Сол сылтаулардың қаншасын алдымызға қарай бетіп шығарып атса, бір сөйлеуге мүмкіндік береді ғой. Сол кезден сылтаулардың қаншасын бетіп шығарып атса да, ол білет дейді негізі, өтірік сылтаулар екен. Сылтаудың өзі өтірік қой, сылтау деп аталатын себебі сол ғой. Магазинге барып келесің бе десең, балаңызға мысалы, ауырып тұр едім десеңіз, сылтау. Бірақ ол білет ауырмай тұрғанын. Бірақ біз сене салуымыз мүмкін оған. Осылайша сылтаумен адам осы өмірде қанша құтылып үйренген да? Сол сылтаулармен қияметте де құтылып үйренемін ойлайды. Бірақ Алла Тағала ол қанша сылтауларды бізге ұсынса да, біз оларға былай деп айтамыз дейді. Я айюхаллазина кафару. Ей, Алланы мойындамағандар. Ла та'тазирул яума. Бүгін сылтауларыңды айтып кешірім сұрамай-ақ қойыңдар. Біздің де сот әділ. Біз сендерді артық жазаламаймыз дейді. Иннама туджзауна ма кунтум та'малун. Істеген істеріңе ғана сай жазаланасың дейді. Бұл менің уәдем дейді. Бірақ сот әділ болу үшін амалдарыңды әкеп көрсетемін дейді. Улика. Міне сол күні Аллах Тағала баршамыздың кітабымызды оң жағымыздан берсін, я Алла. Міне сондықтан құрметті жамағат, қияметке деген иман жаңағы түн мен күндіз сахабалар Ибн Аббас радиаллаху анху айтады: «Ал-лейлу уан-нахару матиятани». Мына түн мен күндіз дейді, өзіңе тұлпар қылып ал дейді. Қарашы, қандай сөздерге дейін сөйлеген де бұлар. Күндізді бір тұлпар қылып ал дейді, түнді екінші тұлпарын қылып ал дейді да. Фаркабха, мініп ал дейді бұл екеуін. Балаған илал ахира. Ақыретке жеткізу үшін мініп ал дейді. Қара қалай сөйлеген де. Бұл әдебиетте таппайтын едік біз бұндай сөзді. Міне Алла Тағаланы таныған адамдар қандай сөздер сөйлеп кеткенде. Міне иншалла осы сөздер, осы аяттардың барлық берекесі қонсын жүрегімізге иншалла. Құрметті жамағат.